Шайға арналған өте дәмді, қамыры үгітілмелі болып келетін рогаликтер дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, подписка батырмасын басып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен бір жұмыртқамызға бөлме температурасында тұрған 200 грамм сары майымызды саламыз және 100 грамм қаймағымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне ванилин, қамыр қопсықыш және қант ұнтағын саламыз. Енді ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды бірден пайдалана береміз. Осылай қолымызбен алып, кішірек бөліктерге бөліп шығамыз. Шамамен 40-50 грамм шамасында болады. Қамырларымыз осымен дайын болды. Енді ұн себе отырып, әр қамырды жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Мен арасына жаққанға дэптің варенкасын пайдаландым және жаңғақ қосып жібердім. Салмасын өздеріңіз қалауларыңызша әртүрлі джемдермен де жасасаңыздар болады. Осылай жаңғақты майда бөліктерге бөліп, арасына салып шықтым. Қамырымызды арасындағы салмасы ағып кетпейтіндей етіп, мықтап бекітіп шығамыз.
Біздің рогаликтеріміз дайын болды. Енді тапамызға салып, 200 градус аралығында қызып тұрған пеште шамамен 20 минуттай пісіріп аламыз. Рогаликтеріміз пештен шыға салысымен ыстық күйінде осындай пакетикке қант ұнтағын салып араластырып алатын боламыз. Осымен біздің шайға арналған өте дәмді рогаликтеріміз дайын. Қонақ келгенде жасасаңыздар да, немесе тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады, сіздерге де ұнайтыны сөзсіз. Сіздер де жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.